Сабақ тақырыбы жапырақтың құрылысы мен қызметі. Өсімдік негізінен екі әдіспен қоректенеді: минералды және ауа арқылы қоректену. Минералды қоректену тамыр топырақтан минералды заттар мен суды сіңіреді. Ауа арқылы қоректену жапырақтарда жүретін фотосинтез үдерісімен сипатталады. Жапырақтар басты үш қызмет атқарады: фотосинтез, суды буландыруы және газ алмасу қызметтерін атқарады. Жапырақтың ішкі құрылысына тоқталатын болсақ, балауыз тәрізді жұқа сырқабық қабатынан, жабын ұлпасынан тұратын жоғарғы және төменгі эпидермис қабатынан, фотосинтездеуші ұлпалар бағаналы және борпылдақ ұлпалар, өткізуші ұлпалар ксилема және флоема, сонымен бірге лептесік саңылауынан тұрады. Енді әрқайсына жеке-жеке қарастыратын болсақ, жапырақтың іші шырынды жасыл хлоропласттарға бай, сол себептен фотосинтез үдерісі жүреді. Бұлар екі қабатты түзейді. Жоғарғы қабаты бағаналы ұлпалар дейміз. Олардың жасушалары бір-біріне тығыз жанасқан баған тәрізді созылыңқы цилиндр пішінді болып келеді. Олар күн сәулесін жақсы қабылдайды. Екінші қабаты борпылдақ ұлпалар деп аталады. Олардың жасушалары дөңгелек, кеуек орналасқан. Оларға күн сәулесі аз түсуіне байланысты бағаналы ұлпаларға қарағанда фотосинтез үдерісінің қарқыны төмен болады. Жапырақтың мөлдір қабықшасымен қапталған сырқабық жалпы жапырақтың суды көп буландырудан сақтайды. Ал жабын ұлпасынан құралған жоғарғы және төменгі эпидермис қабаттары жапырақты қорғайды. Сонымен бірге төменгі эпидермисте орналасқан лептесік саңылауы болады. Лептесік саңылауы арқылы газ алмасады, суды буландырады және тағы басқа үдерістерге қатысады. Жапырақ суды буландыруын транспирация деп аталады. Өсімдік буландырудың себептеріне тоқталатын болсақ, бірінші фотосинтез үшін, екінші өсімдіктің ішкі температурасын реттеу мақсатында, ал үшіншісі тамырдан сіңірілген заттардың өсімдіктің барлық бөлігіне толық таралу үшін қажет. Өсімдікте заттар тасымалын қамтамасыз ететін арнайы өткізгіш ұлпалар бар. Олар ксилема және флоема деп аталады. Ксилема судың жеткізілуін қамтамасыз етеді, ал флоема органикалық заттардың тасымалына жауап береді. Жапырақта заттар тасымалын қамтамасыз ететін арнайы құрылым бар. Бұл өткізгіш шоқтар жүйке деп аталады. Жүйкелер жапырақтың астыңғы жағынан жақсы көрінеді. Тасымалдаудан басқа жүйкелер тірек қызметін атқарады. Оларда қаттылық қасиет беретін берік механикалық ұлпа жасушалары бар. Жүйкелер жапырақты сынып кетуден сақтайды. Енді оқу тапсырмасы. Берілген жапырақ бөліктері, олардың құрылыс ерекшелігі мен қызметін сипаттаңыздар. Мысалы, сырқабық балауыз тәрізді өте жұқа болып келеді. Қызметі жапырақтың артық суды буландыруынан сақтайды. Дәл солай қалған бөліктерінің құрылыс ерекшелігі мен қызметтерін сипаттап жазыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.